елге халыққа айтып жатырмыз, жалпы ең басты қазір күн тәртібінде тұрған тақырып бұл меніңше атом электр станциясы. Оның құрылысы және дақпырты бар, даурықпа сөз бар, және айтылу керек, мамандар айту керек, сіз бен біз айтуымыз керек, ақиқаты бар. Елнұр Сабыржанұлы, сұрақты өзіңізден бастайық. Қазір енді халықтық штаб құрылды арнайы, елмен халықпен кездесу жүріп жатыр. Барлық депутаттар, мәжіліс депутаттары аймақтарға барамыз, елмен халықпен кездесеміз. Осы алғашқылардың бірі болып, өзіңіз оңтүстік аймақтарды аралап қайттыңыз. Жалпы елдің, халықтың атом электр станциясының құрылысына деген көзқарасы қалай? Нартай мырза, шақырғаныңызға рахмет. Бірінші кезекте оңтүстік өңірі бұл соңғы 15 жыл бойы жалпы энергетикалық дефицитқа зәру болып отқан өңір. Қазірдің өзінде оңтүстік өңірде біршама инвесторлар жобаларын іске асыра алмай отыр. Кәдімгі триллиондаған қаржы құюға дайын, бірақ олардың жобаларын іске асыру үшін қажетті мегаваттар керек. Кемі 100 мегаваттан 200 мегаваттқа дейінгі электр қуатын қамтамасыз ететін мүмкіндік оңтүстік өңірінде жоқ. Сол себептен әрине оңтүстік халқы бұл альтернативті және экологиялық таза электр қуатын толығымен қолдап отыр. Тіпті біз ауыл аймаққа бардық. Қазір білесіз, халықтық штаб құрылды. Өзіңіз айтқандай, оның барлық жұмысын бастап жүрген мәжілістің және Аманат партиясының төрағасы Ерлан Жақанұлы Қошанов. Біз Түркістан облысында Оранғай деген ауылға бардық. 15 мың халқы бар, қателеспесем. Сол ауылда 27 соттық жері бар, Анарбаева Дилназ деген жеке кәсіпкер бар екен. Сол кішігірім өзінің жаңағындай көкөністерді өсіретін арнайы теплицасы бар екен. Соған тағы да өте сәтті жұмыс істеп жатқасын мемлекет 3 гектар жерді игеруге мүмкіндік беріп отыр. Бірақ жаңағы әпкеміз оны алуға жүрексініп отыр, өйткені қуат жоқ. Олар өте тез форматта көкөністерді өсіреді. Сол себептен түнде арнайы жарықты қосып, яғни күндіз сияқты форматты жасау арқылы өсіреді. Бірақ енді 3 гектар жерді игеру үшін бір қажетті электр қуатын алу мүмкіндігіне ие емес. Одан қалса, оңтүстік қазақстандық жаңағыдай университет бар, арнайы техникалық. Сол жердегі жастармен кездестік. Еліміздегі ең студенттері көп, шамамен 27 мың студент оқу керек. Энергетикалық мамандықтарда бар. Ол жердегі де студенттердің айтып отқан мәселесі осы. Сонымен қатар оңтүстік өңірі атом электр станциясын не үшін қолдайды? Өйткені Таукент деген елді мекен бар. Сол жерден Созақ ауданы дейміз, Таукент ауданы дейміз. Сол жерде біздің уран өндіріледі. Яғни сол өңірдегі 70-80% қызметкер сол өңірдің тумалары сол атом өндіруші зауыттарында жұмыс жасайды. Бірі канадалық, бірі француздық компаниялармен бірге бірлесіп жатқан жоба. Сол себептен олар тікелей уранды өндіруші халық болғандықтан оны қалай залалсыздандыру, оның қауіпсіз жолдары қалай екен олар нақты біледі. Сол себептен Түркістан облысында да, Шымкент облысында да бұл идеяны толығымен қолдап отыр. Одан қалса енді ең көп дауыс бере алатын халық саны ең көп өңірлердің бірі ғой. Шымкент пен Түркістанға салсақ, екі өңірді қосқанда 2 миллионға жуық сайлаушылардың дауысы сол өңірлерде. Яғни дауысқа беретін 12 миллион халықтың 2 миллионы екі өңірге тиесілі. Жақсы, қолдап отыр дейсіз. Қолдап отыр. Жақсы. Емрат мырза, жалпы қазақ даласына атом электр станциясы салынуы мүмкін деген ақпарат әріге үңілетін болса 70 жылдардан бері айтылған, бірақ енді бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның жылнамасына салатын болсақ, былтырғы жылдан бастап ресми түрде айтыла бастады, талқыланды, мінекей 1 жылдың төңірегі болды. Енді жалпы 1 жылдың төңірегінде журналист ретінде де менімен келісетін шығарсыз деп ойлаймын. Мынау салалық мамандардың сөзімен айтылатын, ресми түрде байыпты баппен жеткізілетін ақпараттардың саны аздау болған секілді елге. Сондықтан да қазір халықтың арасында бір үрей, сенімсіздік бар екені байқалады. Сіз осымен келісесіз бе, және осыны түзетудің жолы қандай? Келісем. Мен өзімде осы сіздің пікіріңіздің рас екені, дұрыс екенін осы қоғам арасынан байқап жүрмін. Біріншіден мен жаңа Елнұр мырзаның пікіріне байланысты бір кішкене қосымша айта кетейін дегенім, жаңа оңтүстік өңірде мәселен жаңа теплицаға қуат көзі жетпей жатыр, тағы да басқа да өндірістің жаңа ошақтарына жетпей жатыр деген пікір айтты, өте дұрыс. Бірақ ол энергия оларға теплицаға 10 жылдан кейін емес, осы ертең керек, бүгін керек энергия ғой. Сондықтан менің ойым,
Бізде егер атом электр станциясын салу құрылысы басталатын болса, бізде мына возобновляющий источник энергии дейді ғой, қуат, альтернативті қуат көздері, солар соған АЭС драйвер болу керек те, аны қосымша оны дамыту керек. Өйткені 10-12 жылды күтіп отыра алмайды ғой жаңағы теплица салатын адам. Сондықтан бұл атом электр станциясы соның бәрін жетегін алып, сондай үлкен мемлекеттік комплексті түрде бір бағдарламамен қосымша энергия көздерін игеру керек. Соны бастап жатқан жігіттерге бұл жақсы қолдау да болады, қоғам тарапынан да қолдау болады.